Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымызда 9 сыныптың алгебра пәні бойынша Әбілқасымова оқулығындағы 8-ші тақырыптың А деңгейіндегі есептерін бірге қарастыратын боламыз. Ең алдымен есептерді шешу үшін қажет формулаларды түсіндіре кетсем, бүгінгі есептерді қайталанбайтын алмастыру және қайталанбайтын орналастыру формулалары арқылы шығаратын боламыз. Ең алдымен қайталанбайтын алмастыру формуласы бұл n элементтен тұратын жиынның барлық элементтерінің орындарын ауыстыра отырып, неше түрлі тәсілмен орналастыруға болатынын көрсетеді. Формуласы pn тең n факториал. Бұл жердегі n факториал n-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген тағы сол сияқты көбейтілген n болады. Келесі қайталанбайтын орналастыру. Қайталанбайтын орналастыру дегеніміз бұл n элементтің ішінен k элементі таңдап алып, оларды белгілі бір ретпен орналастыру тәсілдерінің саны. Бұл жағдайда барлық элементтер қолданылмайды, тек k элемент алынады, бірақ олардың реттілігі маңызды. Оның формуласы экранда көрсетілгендей ank тең болады, n факториал бөлінген n минус k факториал. Енді осы формулалар арқылы келесі есептерді шығарайық. Ең алдымен А деңгейінің бірінші есебі. n элементтен тұратын қайталанбайтын алмастырулар саны қандай формулалармен есептеледі делінген. Яғни жаңа айтып өткенімізде қайталанбайтын алмастырулар формуласы бізде pn тең n факториал формуласымен есептелінеді. Келесі екінші есеп. n элементтен тұратын қайталанбайтын орналастырулар саны қандай формулалармен есептеледі. Яғни жаңа айтып өткенімізде қайталанбайтын орналастырулар саны бізде ank тең n факториал бөлінген n минус k факториал формуласымен есептелінеді. Келесі 8-де екінші есептің бірінші есебі. P4 делінген есептің берілгенде, бұл есеп бізде жаңа қайталанбайтын алмастыру формуласымен есептелінеді. Яғни ол P4 тең 4 факториал. Яғни 4 факториал дегеніміз 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни 1 көбейтілген, 2 көбейтілген, 3 көбейтілген, көбейтілген 4. Яғни бізде осы сандарды бір-біріне көбейтсек, есептің жауабы 24 шығады. Келесі есеп. Келесі 8-де екінші есептің екінші есебі. P6. P6 бізде жаңа P6 дегеніміз, яғни 6 факториал. 6 факториал дегеніміз 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни 1 көбейтілген, 2 көбейтілген, 3 көбейтілген, 4 көбейтілген, 5 көбейтілген, 6. Яғни осы сандарды бір-біріне көбейтсек, бізде P6-мыз 720-ға тең болады. Яғни есептің жауабы 720. Келесі үшінші есеп P7 бөлінген P5. P7 дегеніміз 7 факториалды береді, P5 дегеніміз 5 факториалды береді. Енді әрі қарай есептейтін болсақ, 7 факториал дегеніміз 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі, 5 факториал дегеніміз 5-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. 7 факториалды 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 ретінде өрнектей аламыз. Сонда алымдағы 5 факториал мен бөлімдегі 5 факториалдар жойылып, қалған 6 көбейтілген 7-ні көбейтсек 42 шығады. Яғни есептің жауабы 42. Келесі төртінші есеп P6 бөлінген P8. P6 дегеніміз 6 факториал, P8 дегеніміз 8 факториалды береді. Яғни әрі қарай есептейтін болсақ, 6 факториал дегеніміз 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі, ал 8 факториал дегеніміз 8-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Сонда 6 факториал бөлінген 6 факториал көбейтілген 7 көбейтілген 8, ол бізде 6 факториал мен 6 факториал жойылып, 7 көбейтілген 8-ді көбейтсек 56-дан 1 шығады. Яғни есептің жауабы 56-дан 1. Келесі 5-ші есеп P8 бөлінген P7 қосылған P5 бөлінген P6. Яғни P8 дегеніміз 8 факториал бөлінген 7 факториал қосылған 5 факториал бөлінген 6 факториал. Әрі қарай есептейтін болсақ, 7 факториал көбейтілген 8 бөлінген 7 факториал қосылған 5 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 6. Ол бізде тең болады. 7 факториалдар жойылып, 5 факториалдар жойылып, сонда 8 қосылған 6-дан 1. Яғни ол бізде 8,6-дан 1-ге тең. Яғни есептің жауабы 8,6-дан 1 немесе 6-дан 49 шығады. Келесі 6-шы есеп P9 бөлінген P7, азайтылған P7 бөлінген P5. Яғни бұл бізде 9 факториал бөлінген 7 факториал, азайтылған 7 факториал бөлінген 5 факториалды береді. Әрі қарай есептейтін болсақ, 7 факториал көбейтілген 8 көбейтілген 9 бөлінген 7 факториал. Азайтамыз 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 бөлінген 5 факториалды. Сонда 7 факториал мен 7 факториал жойылып, 5 факториал мен 5 факториал жойылады. Сонда әрі қарай есептейтін болсақ, 8-ді көбейтеміз 9-ға, азайтамыз 6 көбейтілген 7-ге. Сонда бізде 72-ден 42-ні азайтамыз. Сонда 72-ден 42-ні азайтсақ, бізде 30 шығады. Яғни есептің жауабы 30. Келесі 8-де үшінші есептің бірінші есебі 3334 санын өзгеретіндей етіп, цифрларды алмастыру санын табыңдар деген. Яғни бізде 3334 саны өзгеретіндей бірінші 3334 санын жазып алайық. Одан кейін 4333, 3433, яғни 3343 сандарын жазып алдық. Бұл жерде бізде есептің берілгенде айтып көрсеткендей 3334 саны өзгеретіндей делінген, сол үшін 3334 санын алмаймыз.
Сонда бізде 3 жағдай қалады. Яғни есептің жауабы 3. Келесі екінші есеп 334 саны өзгермейтіндей етіп цифрларды алмастыру санын табыңдар деген. Яғни бұл жерде бізде өзгермейтіндей деген сөз тұр. Сол себепті біз бұл есепті қайталанбайтын орналастыру формуласымен есептейміз. Бұл жердегі n-іміз 4-ге тең, k-мыз 1-ге тең. Сонда мәндерді орнына қойып есептейтін болсақ, 4 факториал бөлінген 4 минус 1 факториал тең болады. 4 факториал бөлінген 3 факториал тең. 3 факториал көбейтілген 4 бөлінген 3 факториал болады. 3 факториал мен 3 факториал жойылып, бізде есептің жауабы 4-ге тең болады. Келесі үшінші есеп комбинаторика сөзі өзгермейтіндей етіп, әріптерді алмастыру санын табыңдар деген. Комбинаторика сөзінде бізде к әрпі 2 рет кездескен, о әрпі 2 рет кездескен, а әрпі 2 рет кездескен, және и әрпі 2 рет кездескен. Қалған әріптер 1 рет кездескен. Оларды алмаймыз. Яғни бізде осы 2 рет кездескен әріптерді бір-бірімен алмастыру арқылы бізде комбинаторика сөзі өзгермейді. Сол себепті бізде 4 алмастыру саны болады. Яғни бізде есептің жауабы 4. Келесі 8-4 есептің бірінші есебі бір цифр 2 рет қайталанбайтындай етіп 6, 7, 8, 9 цифрларының құрастырылатын 4 таңбалы сандар қанша делінген. Яғни бізде pn тең n факториал қайталанбайтын алмастыру формуласын есептейміз. Бұл жердегі n-іміз 4-ге тең, яғни бізде 4 цифр берілген. Сол себепте есепті әрі қарай шығарсақ, бұл 4 тең 4 факториал. Сонда 4 факториал дегеніміз 4-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі, ол бізде 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4, бұл бізде 24-ге тең. Яғни есептің жауабы 24. Келесі 8-4 есептің екінші есебі 3-1 дөңгелек және квадрат түстері әртүрлі болатындай етіп, көк, қызыл және сары түстерімен бояу тәсілдерінің санын табыңдар делінген. Яғни бізде 3 геометриялық фигура берілген және 3 түрлі түс берілген. Бұл есепті біз қайталанбайтын алмастыру формуласымен шығарамыз. Яғни ол бізде p3-тен 3 факториал. Яғни 3 факториал дегеніміз 3-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3. Ол бізде тең болады 6-ға. Яғни есептің жауабы 6. Келесі 8-4 есептің үшінші есебі. Жарысқа қатысушы жету ойынша жету орынды үлестірудің қанша тәсілі бар делінген. Яғни бізде жету ойыншы және жету орын бар. Яғни біз бұл есепті қайталанбайтын алмастыру формуласымен шығарамыз. Яғни бұл 7 тең 7 факториал. 7 факториал дегеніміз 7-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Яғни 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7. Ол бізде осы сандар бір-біріне көбейтсек, есептің жауабы 540 болады екен. Келесі 8-5 есептің бірінші есебі а 7-ден 4. Ол есеп қайталанбайтын орналастыру формуласымен шығарылады. Яғни a-n k тең болады n факториал бөлінген n минус k факториал. Берілген мәнді орнына қойып есептейтін болсақ, 7 факториал бөлінген 7 минус факториал тең болады. 7 факториал бөлінген 3 факториал тең, 7 факториалды 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 көбейтілген деп өрнектей аламыз. Яғни алымындағы 3 факториал мен бөлімдегі 3 факториалдар жойылып, қалған сандарды бір-біріне көбейтсек 840 шығады. Яғни есептің жауабы 840. Келесі екінші есеп а 5-4. Бұл есепте қайталанбайтын орналастыру формуласымен шығарылады. Енді мәндерді орнына қойып есептейтін болсақ, 5 факториал бөлінген 5 минус 4 факториал тең болады 5 факториал бөлінген 1 факториал. Ол бізде 5 факториалды 1 факториал көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 ретінде өрнектей аламыз. Сонда алымдағы 1 факториал мен бөлімдегі 1 факториалдар жойылып, қалған сандардың бір-біріне көбейтсек, бізде 120 шығады. Яғни есептің жауабы 120. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша.